видеомыз басталмай тұрып ең алдында скрин жасап Magic Eden немесе студия қосымшасы арқылы задний фон алып тастаймыз PNG форматына дейін. Осы жерде маленький детальдарға көп назар аударыңыздар, чтобы не болып қалмасын. PNG дегеніміз прозрачный фонды білдіреді. Осы жерден енді мен видеолиппен жасадым, сіз капкатпен жасасаңыз да болады. Новый проекті алдын ала жасалған түсірілген видеомызды жүктейміз и осы жерге артық жерлерін алып тастаймыз. Мына жерде мен видеоны қосып ар жаққа барып келуім барлық тұр бұл жерде. Осы жерде артық іс-қимылды алып тастаймыз да, микшер арқылы жаңалдегі PNG формададағы фотоны қоямыз. Бұл деталь мен деталь үстіне нық түсу керек. И осы жерде секірген кезде на точкаға мән беріңіздер. Осымен біздің видеомыз дайын. Экспортты басамыз, сақтап аламыз 1080 мен